Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, етті бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы судың үстіне жарты қасық тұзымызды салып, тұзды суымызды ыдысқа құйып, үстіне 2 ас қасық айран, не болмаса сметанамен алмастырсаңыздар болады. Және 2 қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осы сұйық массамыздың үстіне разрыхлителімізді ұнымызға қосып араластырып, ситадан өткізіп, осы сұйық массаның үстіне салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып, осындай қолға жабысып тұру керек. Оны біз кішкене тұндырып аламыз, не болмаса 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып алсаңыздар болады. Сол кезде қамыр қолдарыңызға жабыспайтын болады. Еленген қамырымызды тұндырып қойғаннан кейін бәлішіміздің ішкі салмасын жасауға кірісеміз. Алдын ала тартылған 300 грамм фаршымыздың үстіне пияз, асқабақ және картопымызды турап, фаршымызға салып, қалаларыңша тұз және қара бұрыш қосып, араластырып салмасын әзірлеп аламыз. Енді иленген қамырымызды алып, оны 2 бөлікке осылай бөліп аламыз. Бірінші бөлігін жұқа етіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Жұқа етіп жайылған қамырымызды формамызға салып, оның үстіне салмасын саламыз. Салманы қасықпен осылай қамырдың барлық бетіне жайып шығамыз. Енді салынған салманың үстіне қамырымыздың екінші бөлігін жайып, оқтаудың көмегімен осылай жұқалап жайып алыңыздар. Енді осы қамырымыздың бетіне екінші бөлігін салатын боламыз. Сіздер осы видеода көріп отырғандарыңыздай салып шықсаңыздар болады. Енді қолымызбен қамырымызды өріп, шет-шетін түйіп шығамыз. Дайын болған бәлішіміздің үстіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Ортасын сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осылай пышақпен кесіп қойсаңыздар болады. Енді бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күнжіттің дәнін сүйіп шықсаңыздар болады. Енді осы бәлішімізді 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Бәлішіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестер каналында рецепт күтсеңіздер, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылып қойыңыздар. Ас болсын.